жадырап қалайық. Атың кім сені? Айсұлу. Айсұлу, не болды саған? Апамнан адасып қалдым. Жылама, балалар біз еді. Айсұлуға көмектесіп тұрмыз. Алдымыздан жел соғып тұр. Дейді, қане бәріміз. Әдемі гүлдердің үстінде аралар ызылдап тұр екен. Аралар қалай ызылдайды? Қане. Тамаша. О, балалар қараңдар. Біз сендермен апаның ауылына да келдік. Ұшып жүрген аспанда алақанға угай, өлең айтып берейік апамызға угай-ай. Угай-угай әніміз, арпа бидай дәніміз, ашық болсын аспаным, сәтті болсын күніміз. Ой, қош келдіңдер қонақтар. Менің кешірші мені. Ой, жарай. Кешірем ғой құлыным. Ақылды бол, сен мені тыңда. Тыңдайым, апатайым. Менің үйім киіз үй деп айтылады. Сендер білесіңдер ме бұның ішінде қандай заттар бар екен? Мынау не қандай зат екен? Домбыра. Өте дұрыс. Сандық. Сандыққа өте керекті заттарыңды салып қояды екен. Дұрыс, бұның ішіне сүт қояды. Жинап, жаңағы мынау спегі деп айтылады. Осыне сүтті іркітті жиналған іркітті қысып, май алады екен. Мынау ненің төлі? Қозы. Мынау ненің төлі екен? Уақыт сендерге. Сендер содан кейін менімен бірден қайталап айтасыңдар. Жарай ма? Келістік пе? Қолың қолынша, желгін дейді солынша. Құйрығының құндызы, маңдайының жұлдызы. Бәріміз бірге айтайықшы балалар. Қолың қолынша, желбіреген қолынша, құйрығында құндызы, маңдайында жұлдызы. Ой, қандай жақсысыңдар. Не деген жақсы бал. Балалар, не де жақсысыңдар. Ойларды болмақсынаттар алып жүрейікші. Қошқан ез. Айсұлу, бағана сен жоқ болып кетіп едің. Мен мына жерде қатты жел тұрды. Дауыл соғып, менің мына істеп жатқан істерімнің бәрін жел соғып, шашып, әбден бей-берекетімді кетірді. Енді маған соны көмектесіп жібересіңдер ме? Ал Балалар тұрайық, ойылының сызайы, қошқан ез, құс қанаты, гүл өрнегі, ойыл әлемі, құрастырайық ойылды. дұрыс, тамаша. Еді сары. Алай тұрған. Абана қызылды. Туда бұйымыз. Иә. Дұрыс, тамаша. Еді сары. Жарайсың. Дұрыс. Градус көтерілген сары. Таңғы қолынан. Дұрыс, планге бәрін қосамыз. Мынаны баса қоямыз. Баса несін жақсы, жарайсың. Қандай әдемі болды ма? Дұрыс болды ма? Ой, дұрыс қарыңдар құлындар. Өнерлерің үстем болсын, өте жақсы. Отырыз. Қандай көрнекті, қандай өрнек керемет қою. Ой, дұрыс. Апа, қараңызшы, мына жерде таңдырам құрағы дұрыс құрады ма жоқ па? Дұрыс құрады, өте жақсы құрапсыңдар. Өте өнерлі бала екенсіңдер, қандай зейінді баласыңдар. Қане, маған түстерімді демекесіңдер, мен сендерді тексеріп жіберейін, иә? Қандай түстер бар ма жерде? Дұрыс. Өте жақсы. Не дегенсіңдер? Рахмет. Екен өрлектері, жақсы құрап. Ойларды дұрыс құрады ма екен асықсада? Сонда болушы еді, ой, өнерлі бала екенсіңдер, өте жақсы. Тамаша, жарайсыңдар. Түстерді пайдаланды екен мына жерде? Қандай түстер бар? Өздері маған қолғанат болып, жаңағы шашылған бәрін жинап көмектесіп жіберді. Ой, рахмет. Рахмет сендерге балалар.
Ал балалар, не біз бүгін сендерге көп жұмыстар жасадық, иә? Апамызға көмектестік. Апамыз риза болды, иә, апа? Ескі балалар, мен бауырсақ пісіріп қойып едім. Сендерге рахметімді айтып, сол бауырсақтар берейін. Бірақ бауырсақты сендер өздерің балабақшаларыңа барғаннан кейін сонда барып жейсіңдер, иә? Не дейміз апамызға? Рахмет дейміз. Ой, қандай өнерлі баласыңдар, өте жақсы екенсіңдер. Өркендерің өссін, жолатқанда жолдарың болсын. Ал енді. Ал балалар, енді біз өзіміздің балабақшамызға қайтайық. Апамызға не деп айтамыз? Сау болыңыз. Енді ұшып барамыз, не? Ұшып келеміз. Алдымызда жел есіп, қандай дыбыс шығарады? Жерге қараңдаршы, аралар гүлдің үстінде қандай дыбыс шығарады екен? Тамаша, қараңдаршы, жерде қараңдар, гүлдер әдемі ме екен? Тамаша. Міне балалар, біз енді келдік өзіміздің балабақшамызға. Өзіміздің балабақшамызға келдік. Көзімізді ашайық. Балалар, біз бүгін сендермен қайда бардық? Қайда бардық қонаққа? Апаның үйіне бардық. Біз немен бардық? Кілем, сиқырлы кілем ұшақпен бардық. Біз апамызға көмектестік па, жоқ па? Балалар, бүгінгі біздің іс әрекетіміз егер сендерге ұнаса, онда барлықтарымыз керемет деп айтамыз. Керемет! Бәріне ұнады ма? Тамаша, жарайсыңдар. Енді қазір қолымызды жуамыз, апаның пісірген бауырсағын жейміз. Иә, балалар?